Келесі салатымыз үшін бізге мынадай ингредиенттер керек. Бірінші картошка, оны суға пісіріп аламыз. Одан кейін қызылшаны духовкаға пісіріп алдық. Одан кейін черри помидоры, барлығы жуылып тұр. Және қияр кішкене екеу, петрушка, кинза. Және духовкада піскен асқабақ. Осындай бізге заттар керек болады. Және себу үшін лотос тұзы керек. Және майонез керек болады, мына соуспен бірге. Алдымен картошканы тым кішкентай да қылмай, тым үлкен де қылмай, осылайша турап аламыз да, оның бетіне жұқалап майонез себеміз. Одан кейін үстіне қиярды себеміз. Қиярды салғаннан кейін біз мына лотос тұзынан аздап қана себеміз. Мені сеуіп қойдым мен. Енді қызылшамызды, туралған қызылшамызды саламыз. Қызылшамызды салып, былай әдемілеп қоямыз. Міне қызылшаны салдық. Енді оның үстіне мынау духовкаға піскен немізді саламыз. Асқабағымызды саламыз. Оны да әдемілеп қолмен жылжытып қоямыз. Енді ең соңғы ингредиенті черри помидоры. Қазір соны қоямыз. Сосын черри помидорымызды да әдемілеп орналастырдық. Соңғы ингредиент мынау кинзамызды сәндеп бетіне қойып шықтық. Салат дайын болды. Ас болсын. Дәм татуға дайынбыз. Құрметті менің тыңдаушыларым, көрушілерім, көрермендерім, сіздер менің немді каналымды өте көп көресіздер, жиі көресіздер. Сондықтан мен сіздерге тағы да айтарым, менің каналыма тіркеліп қоюды да ұмытпаңыздар. Бұдан басқа да әдемі жақсы салаттарды сіздерге көрсететін боламын. Келесі жолы жаңа жылдық салаттар сіздердің неңізде болады. Бұл салатты да жаңа жылға дайындауға болады. Мына салатқа жаңағы соевый соустар аздап қана былай шай қасықпен құйып өтуге болады. Міне сіздерге осындай екі әрі қарапайым, әрі пайдалы, әрі оңай салаттарды жасап көрсеттім.